Жылқылар дронды бірінші рет көріп тұр өмірінде. Достар, мына қараңыздар, трассамен келе жатырмын да, мына жерде бір жол көрініп тұр. Бұл не, демалыс орны ма сонда? Давай жақындап біліп көрейікші не екен. Мына жерде бір аға тұр. Кіргізесіз ба аға мені? Ассалаумалейкум. Мына кіруге бола ма? Болады дейді маған кіруге. Давай кіріп кетейік ал. Так, осылайынан тура жүре береміз достар. Так, ішінде не бар екенін көрейікші ал. Опа, мына жерде бір жазу шықты ғой. Мына жерде Танкаман деп жазылып тұр. Сонда бұл Танкаман деген демалыс орны ғой, а? Опа, мына жақта KZ тұр. Кіріп кетсем бола ма? Қорқып отырмын ағыз. Так, кіріп кетейік ал. Бисмилля. Мә саған KZ-дің ішін қараңдар. Обе, қорқып отыр апаларым менен. Қорықпаңыздар. Осы демалыста шай ішіп, тамақ ішуге таптырмас жер ғой осы жер. Опа, ар жақтан көл көріп тұрмын. Балық аулауға бола ма не мына жерден? Мына достар, мына жерге пляж құрастырып жатыр ғой. Неше түрлі беседкалар бар мына жерде. Ассалаумалейкум аға, қалайсыздар? Мына пляж сіздер ме істеп жатқан? Опа, қымыз ішіп жатыр ана жерде. Мына пляжға мен өзім келіп түсем ау осы пляжға. Мына жерде секіресің суға қарай. Мына бассейннің ішіне балықтар салады ау деймін, футбольный полясы бар еще. Достар, ең күшті жерім мына жерде жылқы бағады екен. Опа, осының ішінде ау деймін жылқылар, жылқыға да отыра аласыздар ғой, ең күшті жері. Ана қара жылқы қарап тұр маған. Че там, брат, қалайсың? Саған отырсам бола ма? Менен қорқып тұр ана қара. Қорықпасай менен. Дрон ғой ашин бұл. Жылқылар дронды бірінші рет көріп тұр өмірінде. Осы демалыс орнынан свежий қымыз дайындалады еще, а? Онымен қатар достар, мында зоопарк бар. Мына жер достар маған ұнады. Достар, сендерге орналасқан жерін айтып жіберейін. Танкаман демалыс орны, Тугиска Танкаман деп жазсаңыздар сразу шығады Қызылорда қаласында.